Алтай өңіріне 60 жылдан бері дәл осындай қалың қар жауғанын көрген жоқпыз, деседі қариялар. Расында да, бас көтертпей жауғаны соншама, есіктің алды, қораның маңындағы қарды тазалап үлгере алмайсың. Ауыл үйдің арасына күреп жалғыз аяқ жол салудың өзі азабы мол жұмыс. Кейбір салақ кісілердің бел ағашы борсыған мал қамайтын қоралары сыр беріп алды, топ етіп төбесі ойылып түсіп жатыр. Күннің көзі жылт етіп ашыла қалса, аппақ қардың астында бүк түсіп, қаздың жұмыртқасыңдай томпайып тілсіз жатқан үйлерді. Сол үйлердің қар кептелген мұржасынан жұлындай көтеріліп, жуастау будақтаған түтінді көріп, бұл ауылдың адамдары қарға тұншығып өліп қалмағанына тәуба жасайсыз. 4 түлік тебін жоқ, омалып қорада тұр. Тебінге шығарғанды қойып, суатқа апара алмай әуре сарсаңда жүр. Міне, ұрланып басталып жапалақтай жауған қар мәңгілік сабырмен аспан астын түгел жаулап алған. Аспан деп баяғы ұғыммен айтамыз, әйтпесе аспан жоқ. Мың-миллион сансыз қар көбелектер ғана бір-бірін қуа жарысып, ойына келгенін істейді. Осыншалық ғажап, құлаққа қорғасын құйғандай тыныштықты Нұржан бұрын көрмеп еді. Дүниеде қар жауған сәттегідей бейбітте тыныш өмір бар ма екен, деп ойлады, жүзін аспанға қарата. Жыбыр-жыбыр қалықтаған қар жапалақтар бетіне асықпай келіп қонып, жылбысқалана еріп, суға айналып бетін айғыздап аға жөнеледі. Ептеп қытықтай мағау. Өрі Алтайды жайлаған 3 жылғы құрғақшылықтың есесін осынау еш жидырмай жауған қар қайтаратындай. Төпелеп жауған қар алғашында қызық әрі әдемі болып көрінген. Аққала жасап, асыр салып ойнаған балалар, ұлпа мамыққа аунап жетіскен ауылдың қайқы құйрық иттері әсіресе мәз еді. Үлкендер жағыда келесі жаздың жаңбырлы, ырысты жыл боларын сәуегейлеп, аса риза пейілдеттін. Амал не, сағынып көріскен қардың аяғы, үлкен жұтқа айналмаса неғылсын, елді де, жан-жануарды да әбден зықысын шығарып, мезі еткені рас еді. Борап, ұйтқып соғар тентек мінезде танытпай, үн-түнсіз жауып алғаны ауыр екен, бірде ұйқың келеді. Бірде өз-өзіңнен жер тепкілеп айғайлағың келеді, сезімің селт етпейтін сергелден күй кешесің. Әйтеуір, басынан кене шаққан адамдай меңзен өз алдына лағып, бұйығы тартқан бір жапалақтап жауған қардан қорғалап үйінде отыра берсе де болушы еді. Оған дәті шыдамады білем. Есіктен шыға делдейіп көкке қараған Нұржан, тізеден асқан қарды омбылап, кеңсеге қарай тұңғыш рет із салды. Өзінен басқаның бәрі қырылып қалғандай болып сезілген. Сөйтсе совхоздың кеңсесі бос емес. Упрай бастаған 3-4 адам карта ойнап отыр екен. Қуанып қалды. Хал қалай, бала, деді езуіндегі темекінің сабақ жағын үзіп алып. Түкіріп тастаған бастық, далада қар жауып тұр. Деді Нұржан, қар 5 күннен бері жауып тұр. Упрай қолындағы қарғаның мәткесін былғарсы жылтыраған столдың үстіне періп қалды. Қане сен де бір картаңды аш, деді содан соң қарсы алдындағы қара жігітке. Ол осы ауылдың ақшасын есептейтін бухгалтер еді. Мінекейіңіз, Басеке, біздікі валет, түсінікті. Ар жағын ашпай ақ қой, жарқыным. Көп болса тағы 2 валетің бар шығар. Біздікі 3 дама. Тринка заңында 3 еркекті әрқашанда 3 қатын жеңеді, деп тозығы жеткен столдың үстіндегі ақшаны сыпырып қалтасына салды. Жүр, бала, сенде жұмыс бар. Нұржан бөлімше меңгерушісіне еріп қарсыдағы кабинетке кірген. Упрай төрдегі меншікті орны нығыздана отырды да. Өмірде де солай, деді, түсінбедім. Деді Нұржан қабырғаға қатарлай тізген май-май кір орындықтың біріне сықырлата жайғасып. 3 валетті 3 дама әрқашанда тіпті үйде де жеңе беретінін айтамын да, оныңыз рас, оны қайдан білесің? Әлі қатын алған жоқсың, сіздерді көріп те. Жә, шаруаға көшелік, деп жігіттің сөзін аяқтатпады. Ал, бала, жолға жинал. Сен баратын болдың. Темекісін тұтатты да, шырпысын сөндірместен шертіп жіберген. Мұншама дәл болар ма? Қағаз қоқым салатын шелектің ішіне сөнбей түсіп, лап етіп жана бастады. Нұржан сөндірмекке тұра ұмтылып еді. Тиме, деді Упрай маңғаз үнмен. Жана берсін, өртеніп кетерміз. Аға, өртеніп кетсек арман не? Кеңірдектен жауған қардың ортасынан өр шықса, әлемге әйгілі жаңалық болмас па еді. Сонымен, аға, жаныңа тағы да 2 жігітті таңдап алды, ертең ерте аттанып кет. Өзін қалдырып кеткен сыбаға ғой,
Енді өзің алып кел, Айыртау менен басқа жұртты қабылдамай ма екен? Күздің сұлбыраңында табанымнан таусылғаным да жетер. Келісімімді бере алмаймын. Ол жағын біз сізден сұрамаймыз да, шырақ. Давай, тілің мен жағыңа сүйіне бермей сапарға дайындал. Өз тракторыңа көңілің көншімесе, осы ауылдағы 10-тінің көңілге жаққанын таңдап ал. Пожалуйста, қолыңнан қақпаймыз. Бұдан соң өзі ұзақ болғып жөтелді. Апырай, осы бір көксаулық итше еріп арылмадық-ау. Тамағымды жыбырлатады да тұрады. Май ерітіп ішіңіз, деді Нұржан. Ендеше, сол жеңешеңнің ерітіп қойған майы суып қалар. Мен кеттім, жолдарың болсын. Орнынан асыға тұрып есікке беттей бергенде, әлгінде ғана кәперсіз отырған жас жігіттің жан даусы шықты. Ағасы, оу, ағасы. Бір минут аялдай тұрыңызшы. Упрай қол сағатына шапшаң қарады да, тағы не деп сұрады шаршаңқы үнмен. Үздік-создық қылмай айтарыңды сразы айт. Әкри, мен бармаймын. Упрай түсінбей қалды ма? Қайда, деді. Айыртауға шөп әкелуге. Басқаларды жіберіңіз. Жорғаның арқасы құрғамайды деп. Немене осы қымс етсе менен көре қаласыздар. Бұл ауылдағы тракторист жалғыз мені бейкенмін. Қазір екінің бірі міне шабады. Ондай болса, жақсы. Басын ұстап, сәл ойланып тұрды да асықпай барып, тағына отырды. Аса сабырлылықпен жан қалтасына қол салды, шылым алып тұтатты. Лапылдап жанған сіріңке шейін әрбері аунатып отырды да, әдетінше шертіп қалды. Бірақ осы ретте бұрыштағы шелекке жетпей-ақ сөніп қалған. Содан соң темекісін рақаттана сорды, түтінін мүлдем жұтып қойды да, қайтара шығармаған қалпы столда алақанымен салып қалып, айғайды сала ұшып тұрды. Тек осы сәтте ғана апандай аузынан түтін бұрқ етіп атылды. Ойбай-ау, мынау не деген мылжың едік-ай, әкри, дүзге отырып, аяқтамай айнып тұрып кетер бәдік екен-ау. Сен екінің бірі емессің, шырақ. Сен Мұқым ауданның маңдай алды механизаторысың, білдің бе? Білдім, ағасы, білдім. Бірақты қоя тұр, шырақ. Нені білдің? Айыртауға мені жібермейтініңізді. Өйткені ондай қауіпті жерге маңдай алды адамды айдамайды. Тфу, енеңді. Не деген көк ми едің? Ерніндегі темекінің сабағын тістеп, үзіп алды да түкіріп тастады. Бұл бөлімше басқарушысының ашуланғандағы әдеті еді. Маңайында ақ жоңқасы шығып жатқан папиростың түкірінділеріне қарап, Упрайдың бір күнде неше рет ашуланғанын санап алуға болушы еді. Алакөлең келеу бөлмеде екеуі де біраз үнсіз, тым-тырыс отырып қалды. Аядай терезеден сыртқа үңілсеңіз, жапалақтап жауған қарды ғана көресіз. Басқа дүние қараң, анда-санда қарсыдағы бухгалтерия бөлмесінен ауыл азаматтарының әлденеге мәз, қарқылдап күлгені естіледі. Неге екені белгісіз, Упрай аяқ астынан жуаси қалды. Нұржан осы кісінің қылтқып, қысқа күнде 40 рет өзгерер мінезіне таң, аға, деді Нұржан қоңыр дауыспен. Сіз бір нәрсені байқайсыз ба? Мәселен, физикада мынадай заң бар. Упрайдың алдынан бір бет ақ қағаз және қызыл қарындаш алып жаза бастады. Яғни заттың еркін түсу үдеуі оның массасына тіпті де байланысты емес. Мінеки формуласы. Қараңыз. Оны несіне арам тер болбайтасың. Енді 50-ден асқанда оқу қонбайды маған. Менің өмір туралы өз формулам бар. Ол адамның қызмет істеп өсуі, тіпті де оның қабілетіне байланысты емес. Міне формуласы. Нұржан ұсынған қағазға ол да жазды. Яғни управляющий тең бүкіл ауылға. Оға Нұржан еріксіз күліп жіберді де, демек, ағасы, сау желіп тұрған техникамен Айыртаудан пішен алып келу, тіпті де трактористердің маңдай алды механизаторлығына байланысты емес. Кез келгенінің қолынан келер шаруа бұл, сен осы кімнен тудың? Әкри, сізден емес, әрине, оны өзімде білемін. Давай сыңар езулемей жол қамына кіріс. Атаң қазақта көп сөз боқ сөз деген мәтел барын білесің. Атамыз қазақта ақыл адамға жас кезінде емес, қартайғанда керек деген сөз және бар. Атамыз қазақ тілімен орақ орған ел ғой, айтса айтқанда шығар. Орнынан тұрып кетуге ыңғайланып еді. Оу, ағасы, деп Нұржан қоса қимылдады. Не болды? Есіңе тағы бір формула түсті ме? Егер бір дене екінші денеге қандай күшпен әсер етсе.
Жә, қойшы, бәрібір ұқпайсыз. Айыртауға менен басқа біреуді жіберіңіз, сен де сондай кері күшпен әсер етіп отыр екенсің ғой. 10 жылдық білімің бар, өзің ауылға есепшілікке де жарамай жүрсің. Ал мен болсам халқымды 20 жылдан бері 5 класс біліммен басқарып келемін. Ал сіз, деді Нұржан жайбарақат жауап беріп, Герон формуласын, Ньютонның бүкіл әлемдік тартылыс заңын, қосмекенділер класын, Баға Шаянның іш құрылысын, Абай, Жамбыл, Мұхтарлардың өмірбаян, өлең шығармаларын, Уругвай, Парагвай деген елдердің қай жерде орналасқанын, тіпті жер шарында неше мұхит, неше құрлық барын. Жетті, деп екі құлағын басты Упрай. Ньютон деген шалдың басына алма құлап, шошып оянғанын білмейді дейсің бе? Бұрындайда үлкен қызым турады, алдыңғы жылы барып қайтқанмын. Нұржан ішегін басып ұзақ күлді. Қар тынымсыз жауып тұр. Қарсы бөлме қарқ-қарқ күліп жатыр. Упрай бұдан соң күлкісін тыя алмай отырған Нұржанға ақыл үйрете бастады. Давай, сен, шырақ, күлкіні доғар, әкри. Зато, мен шаруашылықты білемін, соғысқа барып сендей саудайларды қорғағанымды білемін. Қысқасы сенің Айыртауға аттанып, күзден қалған шөпті алып келеріңді білемін. Соғыста мен де болғанмын, аға, деді Нұржан. Кепкеніңнің басы, иә, рас айтамын. Шекарада служит еттім. Соғыстан айырмашылығы атыспағанымыз, ат суға жібермегеніміз ғана. Отанды оқ атпай күзету, анау-мынау соғыстан әлде қайда қиын. Өйткені жау көзге көрініп тұрған жоқ. Сіздер секілді, оралап, тисе терекке, тимесе бұтаққа деп, теріс қарап, көзді жұмып оқ жаудыра берген жоқпыз. Осы күнгі жастар нашарлап, тұқымымыз азып барады, деп қолын бір-ақ сілтеді Упрай. Тұқымның азуы сортына байланысты ғой, аға. Сөзден тосылды ма, әлде бір нәрсе ойына түсті ме? Басқарушы терезеден тысқа көз салып, ойланып отырып қалды. Қар тіпті үдей түскен секілді. Адамды жындандырып жіберетіндей тыныштық орнап еді. Оның өзі ұзаққа бармады. Иә, біз не көрмедік, деді ауыл ағасы терең күрсініп. Қара көлеңкелеу бөлмеде қара торы жүзі одан әрі қабарып, түтігіп отырғандай. Не көрмедік? Енді міне, саудың тамағын ішіп, аурудың сөзін сөйлеген ұрпақпен ұрысып, 100 жылға бір-ақ қартайғанымыз. Ішкендері алдында, ішпегендері артында, көйлек көк, тамақ тоқ, таусылмаңызшы, аға, мен ақ барайын, бәсе, деп қарқ ете қалды Упрай. Абыройлы комсомол деп аудандық газетке бекер жазбаған екен. Алғашында осы қиқар жігіттің қай жері абыройлы, деп нәумезденіп жүр едім. Ол ойым бекер болып шықты. Одан да сол газетіңіздің жазбайға қойғаны жақсы еді. Менің фамилиямды жазып, қыздың суретін басып Құдай ұрыпты. Мен өзіңнің суретін шығарғау дегенмін. Осы күні қыз бен жігітті айыру қиын болып кетті ғой. Шаштары желкесін жауып, шалбар киген албастылар. Булығып келген жөтелін тамағын кенеп ертіп қойған майы суып қалар. Тоқ етеріне көшелік, аға. Сізге қояр 3 шартым бар. Айта ғой, шырақ. Қасқалдақтың қаны, адамның жаны емес шығар. Орнынан тұрып, Нұржанның қасына келді. Біріншіден, көмекшілікке Аманжанды аламын. Ол өте сенімді де мықты жігіт. Ой, Құдайғай, Упрай қарқ етіп күліп жіберді. Содан соң Нұржанның арқасынан қақты. Әкет сол итаяқ ауыз сойқанды. Ішкі жаққа ептеп қалдырып кет өзін. Соңынан іздеп барар адам да жоқ. Жоғалсаң іздер адамға қай-қайсымыз да зәруміз ғау, аға. Сонымен, екінші көмекшілікке Бақытжан шыдас берер. Терісі қалың, толық жігіт, арық-тұрақ біздерге жылу беріп жүрер. Не дер екен деп басқарушының бетіне қарайын деп еді. Ол терезеге бұрылып, мықынын таяна ойланып тұр екен. Біразға дейін жауап болмады. Кімді дейсің, деп қайта сұрады сол теріс қараған қалпы, Бақытжанды. Қышыған жеріне тигенін Нұржан да білді. Қасақаны қаттырақ айтты. Ол жігіттің өзі қалай екен, шаруаға қыры жоқ. Бос белбеу орашолақ емес пе? Мынадай жауапкершілігі үлкен, қиын сапарға жарар ма екен? Айыртаудан шөп әкелу Сандыбаттың 7-ші сапары емес шығар, шырағым. Сандыбаттың Сандалбайынан 1000 есе ауыр сапар бұл. Жігіттің жігіті ғана төтеп бере алар. Оның үстіне биыл қыс қатты, қар қалың, қар қызы,
деген бәле оянып кетіпті деп жүр ғой. Не құт, не жоқ. Ол жағын мен білмейді екенмін. Білмегенің жақсы, бәрібір осы күнгі жастар сенбейді. Есіме жаңа түсті. Қар қызы туралы аңызды айтасыз ғой. Күзде Айыртауға барғанда естігенмін. Рас болса ғой, шіркін. Нұржан бұл сөзді ақ ұрып арманмен толқып айтты. Рас болса, сол қызға үйленейін деп пе едің? Жә, бұл жырақты қоялық. Үшінші шартыңды айт. Шырақ, үшіншіден, ағасы, үстіңіздегі тоныңызды, басыңыздағы құндыз құлақшынды, аяғыңыздағы ақ пиманы прокатқа бере тұрасыз. Аман есен қайтып оралсам, өзіңізге қайтарамын. Упырай кеңк етіп күлді. Күлді де, мүмкін іш тәнім мен іш көйлегімді қоса аларсың, деп мысқылдаған. Расында да, қар қызын айттыруға баратындай-ақ, үлде мен бүлдеге оранбақ-ау, үлде мен бүлдеге, ағасы. Тек қана бастықтар орансын деген заң құрғалы 60 жыл болды. Ал іш киімдеріңіз маған кеңдік жасайды, ендеше барлығы да кеңдеу. Осы кезде есік сыңсып ашылды да, Бақытжан сығалады. Жып етіп қайта жаба беріп еді. Ары-бері теңселіп жүрген Упырай, бері кел, ей, дел дауыстап шақырды. Бірін-бірі итере табалдырықтан аттағай Бақытжан мен Аманжан есік көзінде қалтиып тұрып қалып еді. Төрге шығыңдар, ұзынды қысқалы қоқиқаздар, деп әзілдеген болды Упырай. Екеуі бірдей адымдап келіп, Нұржанның жанына жайғасты. Үйіңізге барсақ қой, дәл осылай құрметтемес едіңіз, деді Аманжан әдеттегі шатаққа құмар морт мінезіне басып. Оның сөзін бөлімше басшысы мүлдем естімеген. Мәселе былай, жігіттер, деп төтеден бастап еді. Бақытжан да тыныш отырмай, бір қысыр сөзді бықсыта жөнелді. Ағасы, жаңа сіз бізді қоқиқаз деп оскорбит еттіңіз. Ондай құс барын қайдан білесіз? Айталық, мектепте биология, зоологиядан менен артық білетін бір оқушы болмаушы еді. Әлі есімде, естелігіңді тездетіп айт, күн суық, деді Аманжан. Әлі есімде, 6 класста оқып жүргенімде көшпелі шегіртке, көкқасқа шегіртке деген екі сұрақ келді. Шегіртке, деді Упырайға бажырая қарап, өте мешкей болады. Аға, сенен де ме, деді Аманжан тек отырмай, сөзді бөлме, бұл саған қатысты мәселе емес. Айталық, бір ұрғашы шегірткенің ұрпағы өздерінің даму мерзімінде 300 килограммнан артық жас өсімдіктерді жейді екен. Шегіртке жолдас управляющий, жем талғамайтын зиянкес, сонда қалай? Упырай алақанын жая сұрады. Ғажап, не ашуланбады, не ұрыспады, құрдасымей қалжыңдасып отырғандай жайбарақатта мықты жауап қайтарды. Сендер қоқиқаз, мен шегіртке болғаным ба? Сол сен айтқан 6 класста менің ұлым да оқиды. Кітапты үнемі дауыстап оқитын, содан естіп едім. Қоқиқаздар тамақтанған кезде жиі қарқылдаған тұрпайы үн шығарады дегенді. 1-0, аға, сіздің пайдаңызға, деді Аманжан. Жә, жігіткер, ойнасақ та біраз жерге бардық, деді Упырай. Мәселе былай. Мықтыларым сөз айтса, бас изеймін шыбында. Қаңтардың қақаған суығында шыбындамай, сөзге қонақ бер, деп Бақытжанға жекіп тастады. Анау қайтып жағаласпады, мәселе былай, аға, деді бағанадан бері ләм демей отырған Нұржан. Сапар мәселесін өзімізге реттейік. Тек жылы киім жағын қайтеміз. Сен де бір қадалған жеріңнен қан алатын бәле екенсің. Жарайды, менің пимамды ал. Упырай әңгіме тамам дегендей орнынан тұрды. Шапшаң қимылдап есікке беттеді де, соңынан ілесе шығып келе жатқан 3 жігітке жалт бұрылды. Мен сендерді аяймын, шырақтарым. Бұл сапар өте қауіпті екенін де білемін. Амалым қайсы, деп алақанын жая шарасыздық қалып танытты. Совхоздың малы қырылып жатыр. Түс шұқитын шөп жоқ. 3 жыл қатарынан болған құрғақшылық есімізді шығарып жіберді. Егер дәл осылай тағы 1 жыл кәрін тіксе сырты түк, іші боқ хайуан қалмас. Ондай жағдайда біздің жер басып жүруіміз екі талай. Барлығы дабырласа тысқа шыққанда қардың бағанағыдан ары үдегенін байқады. Қалың жауған кезінде төңірек қара құрықтана тұтасып, көрінбей кетеді екен. Әпсәттеға қарайған нәрсені ақ киізге орап тастайды. Дәл қазір жер бетінде қара түр жоқ, мұқымы аппақ. Сол аппақ лайсаңның ішіне енген кісі де табиғаттың әзіргі бояуына көше жөнелді.
Алғашқы қар жапалағы Нұржанның ұзын кірпігіне келіп қона қалып еді. Ерген жоқ. Кірпігі қимылдаған сайын қоса шошаңдап көбелекше жабысып тұр. Дүние жым-жырт. Қар қылғытып қойғандай. Қар қызын көрсеңдер сәлем айтыңдар. 3 жыл кенеземді кептіріп, қаңсытқаны да жетер. Бір шалға өкпелеймін деп, мұқым елді қырып алмасын, деді бөлімше басқарушысы ойнышына аралас. Құндыз бөркін басынан жұлып алды да, жан басына қағып-қағып, қарын түсіріп қайта киді. Қар қызы деген қиссаны қайдан шығарып жүрсіңдер осы? Онда ертекке қазір бала да сенбейді. Айда, не тұрыс, кеттік, деді Аманжан тықыршып. Аға, сіздің үйден оразамызды ашып шықпаймыз ба, деді Бақытжан. Қауіпті тапсырмамен аттанып барамыз, мүмкін. Бұл ақырғы дәміміз шығар, қайдағыны оттама, деді Упрай. Осы күнгі жастар бұзылған, деді Нұржан мысқылдап. Ал, сау болыңыз, аға. Енді көре алмаспыз сізді. Таңертең ерте жүреміз ғой, сау болыңдар. Дегенмен ақыл тапқан сендер ме деймін. Көрінгенмен кеңірдектесіп абаласып ауылда жүргенше, айдалада ойхой дүние кешіп, жандарың тынышталады. Менің күнім болса мынау, топалаңдардың тұтқыны болып, өлгенше түспес қамытты мойныма іліп жүргенім. Кейде екі қолымды төбеме қойып, басым ауған жаққа лағып кеткім келеді. Әй, қойшы, біреудің мұңын біреу тыңдаған заман ба? Упрай қолын жалғыздақ сілтеді де, жалт бұрылып жүре берді. Жігіттер аң-таң. Қапалақтап жауған қардың астында сүмірейіп тұрып қалған, өмірде осындайда адамдар бар, деді Нұржан, екі жағасы мен өңіріндегі ұлпаны қағып. Қай сөзіне сенеріңді, қай мінезіне көнеріңді білмей дал боласың. Екеуіне де сен, екеуіне де сенбе, деп жұмбақтады Бақытжан. Ал, не тұрыс, деді шыдамсыз Аманжан. Біздің үйге кеттік. Шырмауық салып ашытқан бал сыра бар, әуелі жол қамына кірсейік, деп еді Нұржан. Оған кірсетін түк те жоқ. Тракторға от алдырамыз да, қайдасын қар қызы деп аңыратып қоямыз. Айда, жүріңдер. Екі жігіттің екі жеңінен ұстап дырылдата жөнелді. Олардан басқа қыбыр еткен жан жоқ еді далада. Әншейінде ырбыңдап, арсылдап аяққа оралғы болар ит-екеш итке дейін ине жұтып, қырылып қалғандай, қарқылдап ұшар қарабайыр қарғалар да жым-жылас. Тек қана қар аспанда, жерде. Сол қар мұхитының ортасында қалқан қағып, ала жөнелген 3 жігіт Аманжанның қос бөлмелі ағаш үйлеріне жақындағанда, алдарынан атты адам жолықты. Сауырынан қарлы су сорғалағап аттың ақ, қара, құласын ажырату қиын. Қыстап жіберген қатты жүрістен екі бүйірі солықтап, танауы пыр-пыр етеді. Ер үстіндегі еркек таралғы бауға аяғын шірене Упрайды көрдіңдер ме, деді. Осы жаңа ғана үйіне кетті, деді Нұржан. Асығысыз ғой, әкеңнің аузын. Асықпағанда қайтем. Мал қырылып жатыр, деді түтігіп. Кімнің әкесін ауызға ұрасыз, деп қырсықтана сұрады Аманжан, барлығының да. Осыдан 3 күн бұрын қар итеріп, қойға тебін аршып беруге бір трактор жіберем деп еді, әлі жоқ. Жаңа үйіне барсам, тракторды қармен көміп, балаларға сырғанақ жасап беріпті де, шалқасынан түсіп, аузынан су ағып мас болып жатыр. Ой, одан шығады, деді Бақытжан. Бәсе, өзі де, дытысы да жоқ болып кетіп еді. Ал енді бар үміт сендерде, деді қойшы жалбарына қарап. Сендер жүріңдер. Ақсын қалтамнан да төлеймін, нәретте жаптырайын. Әкесінің аузын, 50 шаршы шақырым жердің тебінін аршып берді деп, қол қоймасам. Атымды басқа қойыңдар, бізді Айыртауға пішен әкелуге жіберіп қойды, аға. Әйтпесе келсер едік. Нұржан сыпайлап жауап беріп еді. Анау қамшысын бірғақ сілтеді де, буы бұрқыраған атын екі өкпеден тебініп қалды. Ой, құдай-ай, сендермен қысыр әңгіме құрып тұрғанда 5-6 тоқты өліп қалдық-ау. Упрайдың өзіне малын санап беріп, басым ауған жаққа лағып кетпесем. Құйын перен шапқылай жөнелді. Артында бұрқырап қар бораны қалды. Мұның да басы ауған жаққа лағып кету ойы бар. Еріктеріне салса, бұл ауылда бір түйір адам қалғысы жоқ, деп ойлады Нұржан. Сонда қайда барады? Қар толастар емес. Үнсіздікті де осы қардан үйрену керек шығар. Аманжанның шешесі дүние жүзіндегі тұйық әйел еді. Көшеде кездесе, жоқ болмаса үйіне кір немесе үйіне келіп сәлем бергенін,
сәлем алғанын ешкім естіген емес. Ерін ұшын болар-болмас жыбырлататын да көзінің астымен ақырын ғана қарар еді. Тіпті ол кісінің жүріс, тұрысы ептеп қорқыныштылау да болып көрінетін. Көрші-қолаңмен де онша араласы жоқ, өзімен өзі болып, ертеден қара кешке дейін қолынан тоқымасы түспейтін. Бүкіл ауыл аймақ шұлық, қолғап, жейде, шәлі тоқы тып-тыным бермейтін. Өмірде кісінің көңілін қалдырап көрмеген ол үй шаруасына да қарамай, елдің ісімен шұғылданып отырушы еді. Осы тым-тым ақ пейілділігі үшін ұлы Аманжан талай рет ұрысты да, өкпеледі де, бәрібір қол қосырып қарап отыру қайда. Осындай жападан жалғыз тоқыма тоқыған оңаша сәтінде, әлдебір әдемі де мұңлы әуенді ыңылдап, ауыр ойға берілер еді. Қолындағы жіпке көзінің жасы сырт-сырт тамып, қай-қайдағысы есіне түсер еді. Аманжанның анасы бұл елдің қызы емес. Айыртау жақтан жер ауып келіпті. Сондықтан да ол әйелдің өткені жайлы, бұл ауылда ешкім де ашып айтып бере алмас. Ал өзі күні бүгінге дейін өмір тарихы туралы жұмған аузын ашқан емес. Ұлы Аманжанның кімге тартып туғанын жан адам білмейді. Ішкері жақтан жалаңаш қойнына, кенгурудың баласындай салып әкелген қызыл шақа ұл, бүгінде тепсе темір үзетін зіңгіттей азамат болып өсті. Бірақ шешесінің кең пейілін бермеген, тым-тым қатал, бас бұзар тентек. Фамилиясы да шешесінің әкесіне жазылған. Аманжан ес білгеннен бері анасына жалғызғақ сұрақ қойған, әкем қайда? Шешесінің жауабы да қысқа болғанды, соғыста өлген. Соғыс деген талай дүниенің астан кестеңін шығарып қана қоймап еді. Соғыс талай қулық пен сұмдықты тас-талқан етті. Елдің тәубасын есіне түсірді. Соғыс сандаған күнәні тудырды, сандаған күнәні ақтады да. Әйтпесе 1946 жылы туған Аманжанның әкесі қалай ғана соғыс жылдарында өліп қалады. Осындай соғыс тудырған әрі тудырмаған, бірақ соғысқа сілтеген қисынсыздар ел ішінде көп ақ еді. Соның бір құрбаны, осы сырықтай ұзын бойлы, ала көзді Аманжантын. Есіктен үсті басын қағына жөтеліп кірген жігіттердің есендесуін бір бұрышта, тулақ үстінде жүн түтіп отырған үндемес шешей. Ел солай атап кеткен ернін жыбырлатып қана алды да, қайтып тіл қатқан жоқ. Ол кісіге алаңдамаңдар, деді Аманжан пештің иығындағы ағаш күбіні еппен алып тұрып. Ол да бір қара тасты бір. Оның бұл қатты сөзі Нұржанды тіксіндіріп тастады. Анасы туралы анайы сөз айту, көргенсіздік қана емес, аса тұрпайлық еді. Бірақ үндемес шешей ұлына қарады да, ләм деп тіс жарған жоқ. Үшеуі дөңгелек жозыны қоғамдай отырып, шырмауық иесі мұрынды жарған сары сыраны біраз еңсере ішіп тастады. Рақат екен, деді аузын жеңімен сүрткен. Сарайым сайрап қоя берді. Жолға аздап ала шықса қайтеді өзін, қатқаныңның басы. Қатып қалмай ма, деді Аманжан. Шынын айтқанда, сол бір ит өлген жерге барғым келмейді, деді Бақытжан. 10 жыл бірге оқып, бірге өскен сендерді қимадым, менің де зауқым жоқ, деді Аманжан. Күзде сен болдың ғой, қандай жер екен. Елі сараң дегені рас па? Рас, деді Нұржан. Күзде үсіп жығылып аулымызды әрең тапқанымыз. Енді шегінетін жер жоқ. Уәдемізді беріп қойдық, мына салқын сыраң басыма шыға бастады, деді Бақытжан. Ал, рахмет, қайтайық, деп Нұржан орнынан тұрды. Жолға дайындалу керек. Білгендей-ақ тәтеме монша жағып қой деп едім. Дайын болғанда хабарларсың. Бәрімізде ұлы сапарға тазарып шығалық, деді Аманжан. Жігіттердің шығып бара жатып, сау болыңыз, деген сөзін жүн түткен әйел естімегендей жауап бермеді. Нұржанның шешесі жастай жесір қалған адам. Бір ұл, бір қызы бар. Екеуі бір-біріне мүлдем ұқсамайды. Нұржан қара торы бұйра шашты, қарындасы көгілдір көзді шикілі сары. Оның сырын осы ауылдағы сыпсыңғайлар сансаққа жүгіртеді. Бала кезінде Нұржан талай мазаққа ұшырап ашуланды да. Бірде Айғай апасынан, жұрт осылай атайтын, менің әкем қайда деп сұрады. Соғыста өлген деп Айғайды сала жауап берді. 1946 жылы дүниеге келген Нұржан, соғыста шейіт болған қайран, әкесін содан қайтып іздегенді қойған. Бәріне де соғыста өлгендер емес, соғыстан аман келгендер кінәлі екенін кейінірек сезді ғой.
Ал Бақытжанның майданнан қара қағаз келген әкесі осы ауылда тірі жүр деген лақап сөз бар. Кім білсін? Бәріне де қол соғыс кінәлі. Айғай апасы монша жағып қойған екен. Қайда жүрсің қаңғырып, деп дүрсе қоя берді. Ту, естіп тұрмын ғой, осынша неге айғайлайсыз, деді Нұржан шешесіне кейіп өлгенің құрғыр. Аспан қарға айналып кетті ғой деймін, бас алдырмады ғой. Әлгі қарындасың сабағына әрең кетті, қонышынан қар саулап. Таза киімдеріңді дайындап қойдым. Аманжан мен Бақытжанды шақыра салса, немене, шешелерінің аяғына жара шыққан ба екен, жағып берсін моншасын. Өй, анау, үндемес шешейдің бойында жаны бар демесең, таңертеңнен кешке дейін астына жіберіп қойған баладай бажырайып отырғаны. Ұлы жынданып кетпей қалай жүр. Анасының ала құйын мінезіне әбден сыралғы болған ұлы ұлпа қарды омбылап жүгіре жөнелді. Қар толастар емес. Аспан жоқ. Қаптаған қар шыбындар ғана. Осындай қалың қар жауған күні біздің үш жігітіміз ағаштан қиып салған моншада рақаттана жуынып, бірінің арқасын бірі ысып, әңгімелесіп отырды. Қолдарында қайыңның бұтағынан жасалған сыпыртқы, күйіп жанған тасқа бір бақыр суық суды шашып қалады да, лап етіп көтерілген ыстыққа шыдамай ырсылдап, сабана жөнеледі. Іштеріндегі өкпесі өшпей, жүрегі күймей сабана беретін Аманжан болып шықты. Ана екеуі ойбай тұншығып өлдім деп есікке қарай тұра безді. Ал Аманжан болса қара тасқа аяқ-аяқ су шашып, өзін-өзі сартылдатып ұрадығай. Есікті далдалай ашып, бастарын табалдырыққа итше жастап, таза ауа жұтқан Нұржан мен Бақытжан құрлықта қалған балықтай солықтайды. Әкең жан ұзақ ағасына тартқан, деді Бақытжан. Қолына қолғап киіп алып сабанушы еді. Ол моншаға түскен күні ұл жіңгір шапқын болатын. Бір түскенде 5 сағат түсер еді тас моншаға. 35 рет сусын алдырып ішетін. Жәкеңнің 10 баласы монша мен үйі екі ортасында сусын тасып, ала шапқын болып жырамай жатыңдар, деді Аманжан ырс-ырс етіп. Жалаңаш денелеріңе ыстық су шашып жіберемін, сенен ондай ерлікті күтуге болады, деді Нұржан бетін суық сумен шайып. Ал қышуын қанса есікті ашайын, тұра тұр кішкене, деді арқасын қайыңның бүрмен осқылаған Аманжан. Өне бойы білеу-білеу қызарып қалған екен. Қолқаны қапқан қаңсық ес, ыстық бумен жағаласа далаға қашып шығады. Ағаштан өрген аласа монша өр Алтай елінің ермегі секілді еді. Таза жүруіне ғана емес, суық тиіп тымауратса да осы тас моншаның табына жүгіретін. Айнала толған ағаш, кесіп-кесіп тасы қызарғанша өртеп жағатын. Шелек-шелек су тасып, таспештің үстіндегі тайқазанға қойып ыстатын. Кейде үлкен кісілер осы су сарқылдап қайнауға айналған қазанға арша тастап, жуынғанда судан қош иіс шығып тұрушы еді. Жарықтық, арша атты қасиетті өсімдік адамның денсаулығына да пайдалы деседі. Түшкіріп, пысқырса болды қураған аршаны үгіп-үгіп газетке орап, темекі қылып тартқан жанұзаққа жұрт бекер күледі де. Уа, рақатқа бір баттым ау, деп, биік сәкіден қарғып жерге түскен Аманжан беті қолын босаға жақта құйылы тұрған суық сумен жуып. Тырайып, салқын ауамен тыныстап жатқан жолдастарының қасына жайғасты. Жігіттер, кешке киноға барайық, деді Бақытжанның жалаңаш құйрығынан шапалақпен салып қалып. Су алақан болбырап, жіпсіп жатқан денені оңдырмай ысып жіберді білем. 5 саусақтың тарбиған қып-қызыл таңбасы қалды. Анау ойбайлап атып тұрды. Ой, әкең, жынданып кеттің бе, әкри? Аманжан қарқ-қарқ күлді. Не шауа, өкпелемей қақ қой. Кешке киноға кіргіземін. Дардай жігіт болса да, киноға кіргіземін, деген сөзге мәз болып, құйрығын сипалаған күйі қайта жатты. Осы 3 жігітте бір күн қалмай дедектеп жұмыс істейтін. Упрай мен бригадир қайда жұмсаса сонда безектеп елпектеп отырса да, айлық табыстары 60-70 сомнан асқан емес. Аспайтын себебі құрғақшылық 3 жыл қатарынан болып, жем-шөп тапшылық жасауы. Бір айыр шөптің өзіндік құны 1 сомға дейін барды. Жазы ыстық, қысы қатал болды. Топырлап мал қырылды. Сонау осыдан 1000 шақырым шалғайдағы тың игерілген даладан арқалағандай болып сабан тасылды. Өзгелерден гөрі қайта осы үшеуі табысты еді. 5 жыл қатарынан тек қана шығында отырған совхоздың кейбір мүшелері әншейін бостан-бос, бекер істеп жүрер еді жұмысты.
айдың аяғында. Бересі болып қалыппын. Әкри, деп, темекі алу үшін әйеліне алақанын жайып, баланың ақшасын сұрайтын. Өкімет соңғы кезде әр баланың басына пособиені көбейтіп жақсы болды. Әсіресе ер азаматтар жағы риза. Шаман келсе таба бер, дейді әйелдеріне. Сельсоветтен болмаса, совхоздан қайыр жоқ, таба бер. Ал обалы қане ауыл әйелдері шамасыншаға босанып жатыр. Әр үйде 7-8 бала бар. 3 жігіт буы бұрқыраған моншадан шықты. Қар әлі жауып тұр. Кешке клубтың алдында кездеспек болып, үйді-үйіне тарады. Қар жапалақтап жауып тұр. Толастар емес. Егер тағы да дәл осы қарқынмен бір тәулік жауатын болса, сөз жоқ, жұт болатын сыңайы бар. Клубтың маңайында есік-терезеден сығалап, қар омбылап жүрген бірен-саран балалар болмаса, ересектер жағы аз көрінеді. Клубтың дәл маңдайында жарқыраған жетім шам жарығынан қардың саулап, айналып ұшып жауғаны анық көрінеді де, бұлайғы қою қараңғылыққа ұласқан жағынан ештеңе аңғара алмайсың. Ғайып болған аспанға қарасаң ғана, бетіңді жыбырлата қытықтаған қар қиындыларын сезесің. Клуб маңындағы 5 тиындары болмай, киноға кіре алмай қалған балалар, қар көбелектерін тілімен аулап мәз болады. Нұржан есіктен қарап еді. Екі жолдасы тақтай орындықта қайқайып отыр екен. Мұны көрген соң, кіре бер, билет алып қойғанбыз, деді. Клубтың ішінде үлкендер жағынан тым аз, өмір бақи кинодан қалмайтын жанұзақ пен қайырлы ұста ғана тонға оранып, қанатқа сүйене қиқайып жатыр. Сахнаның алдында бірінің бөркін бірі лақтырып, мойындарына қар салып, шулаған 10 шақты бала бар. Ей, шие бөрлер, шуламаңдар, деп. Жанұзақ қоқиланған болып еді. Еш қайсысы пышту демеді де. Клуб іші салқын. Есіктен бір құшақ суық ертіп, осы ауылдың 2-3 мұғалім қызы кірді. Институт бітіріп, одан кейін 2-3 жыл жұмыс істеп үлгерген қыздар үш. Жігіттен де ересектеу еді. Оларды пәлендей мән беріп қызықтай қойған жоқ. Қоңыр түбіт шәлілеріне жабысқан қарды қағып, босаға тұста аз кем аялдады да, Нұржандардың алдындағы орындыққа келіп қонақтады. Аманжан жыбыршып тыныш отырмай, сәлеметсіздер ме, апайлар, деді. Ішіндегі ұзын бойлысы, есенбісің, бабу-бырғым, деп нығарлай жауаптасты. Бұдан ары әңгіме болған жоқ. 8 ересек 10 балаға арналған Индия киносы басталып кетті. Терезенің қырауы еріп, тесік жасалды. Түймедей ғана аршылған әйнектен жалғыз көз қалады. Әке-шешесі ақша бермеген баланың қашанғы әдеті осы, қысы жазы терезеге жабысып, таласып тармаса сығалап тұрғаны. Бұл уақиға 3 жігіттің басынан да талай өткен. Аманжан әлгі танадай тесікті құлақшынымен жауып, баланың ит жынына тиіп еді. Нұржан ұрсып тастады. Өзің сығалаған тесік еді ғой, қойсаңшы, деді. Ей, ұстаздар, деді Аманжан ұзынтұра қыздың арқасынан түртіп. Оқушыларыңа 5 тиын берсеңдерші, обал ғой. Мұғалім қыздар сөз таластырмады. Бұл жігітпен дауласып береке таппасын білуші еді, ләм деген жоқ. Сыртта 60 жылдан бері жаумаған қар төпелеп тұр. Осы күні Нұржан ұйықтай алмады. Ары аунап, бері аунап, тіпті жамбасы талғандай болған соң, шолақ тонын жамылып тысқа шығып еді, қар толас тапқанын сезді. Қараңғыда білінбеді де, аспанға қарап, бетін тосты, қар ұшқыны тимеген соң ғана, сап болған екен, деп шалдарша өз-өзінен күбірледі. Қайтып келген соң да, көзі іліне қойған жоқ. Қайдағы жайдағы иесіне түсіп басы мыңғы-дыңғы болды. Төргі бөлмеден кәперсіз ұйықтаған шешесі мен қарындасының пысылдағаны естіледі. Бөтен дыбыс жоқ, талықсыған тыныштық. Не заматта барып кірпігі айқасқандай болып еді. Есік сықырлап ашылып, үйге аппақ кебіні бар қыз кіргендей. Тас қараңғы бөлменің іші жап-жарық болып кетті. Босағаға сүйеніп үндемей тұрған қыздың көзі шырақ болып жанады. Неге екені белгісіз, Нұржан қорыққан жоқ. Өңі ме, түсі ме ажырата алмай дел салжатты. Қимылдайын деп әрекеттеніп еді, тырп ете алмады, тіл қатпақ болып еді, жағы ашылсашы. Ақ тер, қара терге түсіп терледі. Тәңірім-ау, тіпті ояуғақ жатқан секілді. Әне, қыз тұр аппақ болып, міне құлағына шешесі мен қарындасының пысылдап ұйықтағаны естілді. Ғажап, әй, деді, үнін шығара алмады.
Енді не істеу керек? Бәлкім, қар қызы деп көкіп жүргендері осы шығар. Жүрегі тулап, алқымына кептелді. Не істеу керек? Әй, үні шықпады. Қос жанары шырақ болып жанған қыз әлі тұр босағаға мұңая сүйеніп. Өлдім-ау дегенде қыздың сыбырлағаны естілгендей болды. Нұржан, сен кет бұл ауылдан, мүлдем кет, мәңгілікке кет. Бұл жерде адамдар көбейіп барады, саған еркіндік жоқ. Еркін өмір жоқ. Кеңістікке кет, ер менің соңымнан, ер. Өлдім-ау дегенде көзін ашып еді, қап-қараңғы түн ғана мелшиіп тұр. Еш нәрсе жоқ. Деп демін әрең алып, алақанымен маңдайындағы пыршыған терді сүртті. Бірақ даладан соншалықты мұңлы, соншалықты аянышты сыңси салған қыз әні талып естіледі. Әлде қайдан алыстан қар қызының боздап салған әні естіледі. Айнала аппақ қар, ақ түтек боран, сеңдей сірестіріп қасаттап тастаған ақсіреу күреуке, қарасаң көз қарықтыратын шаңқан белбелестер әлде қайда. Алысқа бірін-бірі қуа жарысады. Ербең етер тіршіліксіз салқын бедіреген қарлы адырлар ұлы өмір шолынан бейхабар айқара жамылған ақшағы көрпесін бұйығы бүркенеді. Табиғаттың күні кешелер ғана маздаған тіршілігіне мекені жай болған жазира жоталар өлім тыныштығына бой алдырғанда, дүниенің бар қызығынан әбден жалыққан құмарпаз адамның жалқы сәт талықсып кетерін еске салғандай болады. Күн таласа шыққанда осына қайғы жұтып, қар тұтқында жатқан бекіні аязда аймап мың миллион күміс ұшқындарын сәулелендіріп, 9 қабат торқа астында қалтыраған жерғананың ертең туар базарлы шағының үміт отындай жарқырайтын. Бүгін аспанды саңылаусыз тұтастыра жауып тұрған қарлы жота қыраттардың осы сұлулығын қызғанғандай тартып алып талақ тастапты. Көкжиек жоқ. Аспанда байтақ өңірде ақ сұр, жер жоқ, бір өңкей бой суытып, жүрек мұздатар сұмпайы қар еріксіз жалықтырады. Еріксіз жалғызсыратады. 100 жылға бірі қартайтып кеткендей қажытады. Құлазыған осына бір түске, бір мінезге қарап тұрып, көңіліңді аяныштың аязы буып ботадай. Боздап жылағың. Келеді ботадай боздап жылап тұрып. Жаратылыстың осыншалық қатыгездігіне налғандай әлемдегі бүкіл жақсылық пен жамандық атаулыдан безінесің. Ақша қардың ортасында меңдей қарайып тұрған жалғыз трактор аппақ дастарханның үстінде жорғалаған қоңыздай ақ қауқарсыз бейшара. Ауылдан шыққандарына 2 күн барар жері сонау көрінген Ақтаудың ар жақ етегі, онда ауылдың ала жаздай дайындаған пішені бар. Соны тиіп қайтуға барады. Олар үшеу, Нұржан және Аманжан мен Бақытжан. Қар мұхитты қақжара арқырап келе жатқан тракторды Нұржан жүргізіп отыр. Астынан аязды күнгі көк темірдің ызғары өтеді. Шола қара тонының жағасына мойнын тыға түсіп, әлгі көріністен көзін алмай телміріп келеді. Ол қарайтын басқа еш нәрсе жоқ, айнала аппақ, тіпті бәрі үнсіз, қасат қарды қақ жарып. Бір қарқынмен бір бағытта келеді, достарының не ойлағанын білмейді. Нұржан әйтеуір бозарған жүздері мұңға лайық. Өзгеше көндім, өзгеше жуас, қайтпайтын сапарға аттанғандай аянышты халде, ал өзі болса мынау ұшы қиырсыз. Ең-көген қарлы адырлардың үстіндегі қыбырлап тыныш таппайтын өмір жайлы, суық қысып ыбырсып қор болар жер жайлы, көзден де, көңілден де шеттей бастаған мұңсыз қамсыз балалығы жайлы ойлайтын шығар, неге екенін білмейді. Осы қу мекен айдалада жападан жалғыз қалып қойып, анау аппақ кебін қардың үстіне ақпен табандаған қара пиманың ізін тастап. Мәңгі тымық, мәңгі суық шексіздікке, алдыңғы күні белгісіз бозаң жолға шыққысы келеді. Мейлі жалғыз сырасын, мейлі қар басып үсіп өлсін, мейлі азынаған қысқы өңірдің аш қасқыры жеп кетсін, ойына алған дел сал. Ұйқылы ояу қаталда қайырымсыз сапарға аттансам дейді. Өйткені сол бір белгісіз де шексіз кеңістікке қар қызы шақырған. Алпамса тауға өрлеп келеді. Ақшағылдар таусылар емес, күн түнге ойса бастады. Аспан сұмпайы бұлттан азаттана бастады. Олар әлі ләм деместен томаға тұйық бозарып отыр, көзі ояу, көңілдері ұйқыда мүмкін. Олар аппақ қардың үстіндегі көктемгідей жапырағын жайған әлі жас. Әлі арманшыл, әрі күнәсіз көк өрім үш қайың шығар. Қазіргі әрқайсының жүрегінен сағыныштың, өкініштің белгісіз. Бұдан бұрын ешерде, еш қашан айтылмаған мұңлы да сырлы әнінің қалтырап барып. Сыңси айтылуы сол ақша қардың үстіндегі ақ қайыңның сұп-суық жел тербегенде шыдай алмай жылауы шығар. Олар бұл ғаламда трактор гүрілінен өзге жан жарылқар үн естіп, көз суырар қардан басқа ештеңе көріп
Бой мұздатар суықтан басқа түкті де сезініп келе жатпағаны рас. Ымырт жабылған сайын осының бәрінен аппақ болып көсілген көріністің өзінен айрылды. Ендігі мезетте бұлттан тазарған аспан жұлдыз таналарын тағынып сылана бастады. Олар бәрібір үнсіз, ауыздарын ашса болды, қырқысып төбелесе жөнелетіндей қауіпті де қаныпезер отырыс аспанға қарады. Сансыз жұлдыздар жымыңдайды, бірі сөнеді, бірі жанады. Трактордың жарығы түн-түндігін тілгілеп, сонау ойда болар болмас жылтырағандай елес берген жетім сәулені іздеп барады. Соған асығады, жамырап табысқысы келеді. Көкке қарады, жұлдыз ақты. Қайда түскені белгісіз, әйтеуір олардан тым алыс. Қара көк аспандағы жұлдыздар жауып тұрғандай сезінді. Астындағы темір қобдидан өткен ызғар шекесін солқылдатқандай тісі тісіне тимей қалтырай бастаған Нұржан. Сол бір мағынасыз жанармен анау алдында белбелестеніп, мінгесіп, ұштаса кете барған аппақ дүниеге жеркене қарады. Жылда тіпті қыстай көріп, көз қашты болған көрінісі болғанымен, дәл бүгінгідей көңілі суынып, көкірегін ызғар қарыған жоқ еді. Дүниенің осыншалық иесіздігін тұңғыш сезінгендей зәрезеп күй кешті. Алғаш ауылдан шыққанда ептеп желі қысқандай болған. Жастық шақтың көп-көп алаңсыздығы тағы да бір ессіздікке, мұңсыз қамсыз жазира тірліктің жалғыз аяқ соқпағына жетелегендей еді. Енді міне қар жамылған жұп-жұмыр таулардың тұтқынына түскен сайын сол жылымық көңілдің шуақтары аязда үсіп өлгендей өгей өмірге тап болды. Оты жоқ, пеші жоқ, жел кеулеп, ызғар буған иесіз үйдің қонағындай шарасыздықтың шырмауында қалды. Қасаттана бастаған аппақ қарды жарып, бағдар-бағытсыз арындап келе жатқан телу жетінің қазіргі мінсіз жүрісі ғана ендіті медет. Ендігі қуат, үміт теңізін кешкен үш жігіттің астындағы арғымағыттың. Елден шыққандарына екінші түн, кеше Фадиха деген ауылға түнеп шықты да, елең-алаңнан сапарға қайта аттанған. Алда қоңқай асуы. Аспан төсі шұрқ-шұрқ тесік. Ай әлі туа қойған жоқ. Қараңғылыққа бой бермеген адыр қыраттар ағараң тартып, қорқыныш ұялаған көңілге ес болғандай. Қорқыныш ұялай бастаған көңілге ес болған ол да емес, сонау төбедегі жетім жарық. Телу төрт сол өлімсірей жанған жарыққа қарай өршелене өрмелеп келеді. Түн меңдеген сайын дүрілдеген үні де жер көкті жаңғыртып қатты естілетіндей. Үш жігіттің жанары да сол жалғыз жарыққа қадалған. Ендігі үміт те, тілек те сол, жұлдыздай жылтыраған сәуледе. Телу төрт қайқан қағып төбеге шыққанда, маңдайындағы қос шамы шатырын қар басып қалған, ағаш үйді тінтіп өтті де, солқ етіп барып тұра қалды. Қар құсып, сартылдаған жылан бауыр доңғалақтың үні саптыйылды. Нұржан тұтқаны төмен басып, газды азайтты да, енді не істейміз дегендей, екі досына қарады. Олар да ошарылып, ләм деместен шарасыз отырып қалып еді. Қар басқан үйден ешкім шықпады. Трактор жайлап қана зіркілдеп тұр. Осы трактор үні жағаласып, сөздерін естіртпейтін болған соң, әбден айғайлап үйренгендікі ме, Нұржан қатарда отырған Аманжанның құлағына дыбыстады. Біреуміз үйге кіріп, біліп шығайық. Қондыра ма екен? Аманжан оның дәл құлағының түбіне айғайлаған аузын қолғабымен баса қойды. Неменеге бақырасың? Құлағымның дабыл жарғағын тесіп жібердің ғой. Жатып кеп ашуланды. Дәл қарсы алдарында темір қобдиға құйрығын қойып, мойнын тонның жағасына тығып, пысылдап ұйықтаған Бақытжан әлгі айқайға ояна қоймағандай. Үй жақтан тырс еткен дыбыс білінбейді. Ептеп мал ұстайды білем, қора жақтан қойдың маңырағаны мен жылқының пысқырғаны естіледі. Аманжан құлағын әлі шұқылап отыр. Саңырау болып қалдым ау деймін. Неғұрлым керең болсаң, соғұрлым жақсы естисің. Саңырау болсаң ғана сақ жүресің, деп күлді Нұржан. Бұдан соң екеуі де саусақтарын үрлеп, қып-қызыл болып қалқайы қатқан құлақтарын уқалады. Мына қыстақта тірі жан болса, көп көрген құлағымды саған ақ кесіп берейін. Қарның ашса қақтап жерсің, деді Аманжан. Сығырайып шам жанып тұр ғой, ол сайтанның оты, сен де қайдағыны айтасың ау, деп күлді Нұржан. Кеше Фадиха тұрғындары айтқан, Айыртаудағы асуда жалғыз үй оңаша тұрады деп. Сол омарташы шал шығар, олай деп бал ашсаң бар, біліп кел өзің. Бәлкім, түсіңе кіре беретін періште қыз осы үйде тұратын болар. Нұржан ойланып қалды. Есіне әлдене түскендей, жүрегі жиірек соғып елегізи бастады. Осы бір оқиғаны ойда жоқта есіне салғаны.
Нұржанның жарқ етіп жоғалған арман адамын тірілткендей болды. Күннің суықтығы, жолдың қиындығы бәрі иін тіресе келіп, көңілдің жайлауындағы көктем көріністерді сүртіп, тепкілеп жоғалтқандай еді. Енді міне, бір сәтте көктем құсындай қиқулап қайтып оралды. Өң мен түстің екі ортасында маужырап, жалғызсырап жатып тауып алған қиял қызынан Нұржан алғашында қорқып-ақ қалған. Ұмытқандай болып еді. Енді, әне, тәңірім-ау, тракторды айналып, ақ көйлегін шұбалтып, сыңсып ән салып бара жатқан жоқ па? Әне, ән салып кетіп барады, деп өз-өзінен күбірлеп қалды. Кім кетіп барады? Деді Аманжан рычагты тас қып ұстап, жартылай қырау тұтқан кабина әйнегіне үңілген досына үрке қарап. Әнін естідің бе? Әнін. Неткен ғажап дауыс. Толқи сөйлеп, орнынан тұра беріп еді. Оны Аманжан иығынан басып отырғызып тастады. Отыр. Көзіңе қос көрінді ме? Әлде жынданайын дедің бе? О, несідей лепіріп, рас айтамын, деді Нұржан үні дірілдеп. Бейне бір ертегідей. Одиссей деген киноны көріп пе едің? Иә, көрдік делік. Айтпақшы, 20 тиынды сен үшін тағы да мен төлеп едім ғой. Сол кинодағы төбе құйқаңды шымырлататын сиқырлы үнше. Содан бірде кем емес. Әне, тыңдашы. Керең болмасаңдар, құлақ салыңдаршы. Осына сыңсыған мұңлы үңді жұмбақты үнді. Сиқырлы әнді Нұржанның өзінен басқа ешкім естуі мүмкін еместігін білген жоқ еді бейшара жігіт. Бақытжан болса қорылдап ұйықтап отыр. Күннің суығы, қыздың әні, қайда қону керек деген үлкен сұрақ оны ешқашанда мазаламайтындай. Түфу, атаңа нәлет деп ызадан жарлардай болып отырған Аманжан тоқылдап қата бастаған пимасымен Бақытжанды теуіп қалды. Мынандай қақаған аязда қысып бара жатқан қандай ұйқы екен. Тұрғи, оян. Бақытжан қор етіп барып бұлдырлап сөйледі. Бірақ сергіп кете алмады. Саппас, деді Нұржан. Қандай көп жасар екенсің, қойыңдаршы. Әкри, мен біліп отырмын, деді Бақытжан керліп. Атаңның басы біліп отырсың. Жұрттың бәрі сен секілді таскерең дейсің бе? Қар қызының даусын мен де естідім. Адамның жылағысы келеді екен. Бұдан соң үшеуі бірдей сықсима терезесінен болар-болмас қана жарық көрінген кішкентай үйге үнсіз телміріп аз кем отырды. Трактор бір қалыпты зіркілдеп жұмыс істеп тұр. Айдалада жапан дүзде мекендеген жалғыз үйде адам бар ма? Егер бар болса, дәл іргесіне келіп. Трактор дүрілдеп тұрғанда неге біреуі шықпайды далаға? Түсініксіз. Аяз боп тұр. Бағана жолда байқамапты. Үш жігіт енді шындап жаурай бастады. Тістері сақылдап, безгегі ұстаған адамдайдың мотормен бірге дірілдеп қалшылдады. Ал қар астында жалғыз көзі жылтырап жымжырт жатқан жұмбақты қыстақ. Жалмауыз кемпірдей жер бауырлап, сыр бермейді ғай. Бір түрлі қорқынышты екен. Әкри, деді Бақытжан күрсініп. Басы тіпті көрінбейді. Тонының жағасына тығып алған. Әншейінде төртпақ. Семіз жігіт қазір бір уыс болып, бүрісіп отыр. Оның бұл бейшаралығы Аманжанға жаққан жоқ. Аяғымен бүйірінен түртіп, ей, ләуқи, сен, әкрив-макриңді қалтаңа салып алды. Анау үйдің терезесін қақ, деді бұйыра сөйлеп. Бар, ұйқың ашылсын, батырсың ғой, өзің бар. Шанаға тиіп алған запас жаным жоқ. Күйдіре берме. Бақытжанда тайнар емес, шап етіп бетінен ала түсті. Екеуінің егесіне Нұржан араласқан жоқ еді. Бағанағы әсерден әлі де арыла алмай, меңзең болып отырған. Іс насырға шауып бара жатқан соң, амалсыз басу айтты. Бекерден бекер егесесіңдер, жігіттер. Қорықсақ үшеуміз де барайық. Суықтан үсіп өліп қалмаса, тірі жан бар шығар. Үшеуі де отырған орындарын қимағандай самарқау қозғала бастады. Тракторды өшіреміз бе, деді Бақытжан қипақтап. Ондағы ойы кабинадан ең соңы болып түсу еді. Әзірше тұра берсін, деді Нұржан омбы қарға секіріп түсіп. Қондырмай жатса кері қайтуға тура келетін шығар. Күйбең деген Бақытжанды артынан итеріп жіберген Аманжан іле өзі де қарғыды. Бұлар топ-топ етіп түскен тұстың қары тізеден асады екен. Бірінің соңынан бірі еріп жүре беріп еді. Ең артта тартыншақтап келе жатқан Бақытжан. Әй, осы жұмбақ үйіңнен қорқамын. Терезесі сығырайып, үндемей қабатын ит секілді жымсып жатса жаман екен. Мен тракторды күзете тұрсам қайтеді.
деді желкесін қасси қипақтап. Былжырама, деді Аманжан арс етіп. Темірді қасқыр жемейді. Үйдің дәл іргесіне жеткенде үшеуі бірдей қалып тұра қалды. Трактордың баяу зіркілінен өзге үн өлген. Сонау, оу. Айыртаудың айыр өркеші екі арасынан қылтиып, жарықтық желіндеген ай көтеріліп келеді сыздап. Жалғыз үйдің ес болар иті де жоқ екен. Итсіз үй көңіліңе одан ары қаяу салатындай, бір түрлі жетім, бір түрлі қоңылтақта мұңлы екен. Аяйсың, айдалада аппақ қардың тұтқыны болып, адасқан балапандай бүрісіп, жер бауырлап жатқан мүсәпір кескінін көріп жаның ашиды. Бүгінде адам айға ұшып жатқан заманда мәңгі мылқау тақыр таулар бар. Кісі аяғы жете бермес жерлер бар. Елден де, ұлы-шұлы өмірден де жеріп, саяқ жүрер адам барына илану да қиын. Бірақ бар екен. Кездей тұтасқан цивилизациялы өмірімізде осындайлы қалтарыста ұрланып қалған тағы табиғат. Жұмбақты үйлер қалғанына шүкіршілік жасайсың. Әттең, қазіргі заманда адасып жүріп, аңшының үйіне тап болғаннан артық бақыт бар ма, тәңірім? Бақытжан буын-буыны дірілдеп шегіне берді. Қорқамын, әкри, неден қорқасың, шырағым? Ничего боятся. Жер астынан шыққандай болған осы гүрілдек үннен үшеуі бірдей селк етіп, зәрелері қалмай шошыды. Бақытжан қатарында тұрған Нұржанды құшақтай алып еді. Жалт қарағандарында, тура қыр желкелерінде төніп тұрған, аппақ, еңгезердей аруақ шалды көрді. Енді ғана ыңырана көтерілген ай сәулесін емген қары өзгеше жарқырап, дүниенің баршасын ақ сүт нұрға шомылдыра бастап еді. Сол, күні жетіп әбден толған айдың саулаған сәулесі аппақ сақалы желбіреген аруақ шалды аспан әлемінен әкеліп тастағандай әрі жат, әрі қызықты да қорқынышты еді. Үстінде ақ көйлек, ақ дамбал және аяғында лыпа жоқ, тізеден қар кешіп жалаң аяқ тұрғау деймін. Ай астындағы ақ күміс қария үш жігітті де мықтап тұрып естен тандырып еді. Нұржанның осы әзірде ғана көз алдынан көлбеңдеп өткен ару қызы қас пен көздің арасында аруақ шалға айналып ақ кеткеніне қайран қалды. Сасқалақтаған үш жігіт жарыса сәлем берген. Ассалаумағалейкум, ассалаумағалейкум, ассалаумағалейкум. Ал шал болса, сол жалаң аяқ, жалаң бас қар кешкен қалпы бұларға жақындап келді де, жоқ іздеген адамдай жүздеріне үңіле қарады. Здравствуйте, незваные гости. Қарсы алдарында тұрған шал өзге планетадан келген жұртшы да көрден көтерілген аруақта жалғыз көзді жалмауыз да емес. Кәдімгі тіл аузы, қол аяғы бар адам екеніне енді ғана илана бастаған жігіттердің өздерін тастап кеткен шыбын жандары бойларына қайта қонғандай жадырап сала берді. Ең алдымен батылдық көрсеткен Бақытжан болды. Ақсақал, сіз орыстың ақсақалысыз ба? Шал мырс етіп күлді де, қайдан келеді? Қайда барады деп сұрады. Мұндайда тықыршып тек тұрмайтын Аманжан. Аташка, рұқсат болса, үйіңізге кіріп жөн сұраса қайтеді? Масқара жаурап тұрмыз, деді. Бағанадан қорқып үркіп, үйіне беттей алмай сарсаңдағандары әншейін ғана қауқайған шал екеніне көзі жеткен соң, еркінси бастады. Ну, ичті, же, деді шал тағы да орысшалап. Идемте, поговорим дома. Сендер жүре беріңдер, мен трактордың суын ағызып, сөндіріп бірғақ барамын, деді Нұржан. Қызыл сирақтан қар кешіп, үйіне беттеген шалдың артынан Бақытжан томпаңдай жөнелді. Аманжан да ере түсіп, қайта қайырылып келді де, Нұржанның құлағына сыбырлады. Тракторды сөндірмей аялдай тұрса қайтеді? Мынау жалаң аяқ, жалаң бас шалыңнан қорқайын дедім. Өзі бір түрлі, бұлай қызық кісі екен. Сенің де сескенетін адамың бар екен ау, ұзын тұра, деп иығынан салып қалды да рахаттана күлді. Өзі моторды сөндіріп, радиатордың тығынын ағытты. Ып-ыстық су буы бұрқырап көбік қардың үстіне сарылдап қоя берді. Айтпады деме, деді Аманжан өзгеше көңілсіз қалыпта. Менің жүрегім жыланның жусағанын сезеді. Қолын бір сілтеді де, шалдың соңынан кетті. Тракторды сөндірген соң, осыны ай астында ақ кебінге оранып жатқан қарлы адырлар жаны жай тапқандай мызғып, мәңгілік тыныштық құшағында маужыраған. Жазығы суық демесең, қысқы табиғаттың қазіргі келбеті керемет еді. Ару қыздың ешкімнен еменбейтін, ешкімді менсінбейтін алқам-салқам бейбастық әрі әдемі еркін ұйқысында еді.
Аспандағы жарықтың ай менен жер бетін бүркеген сұп-суық қардың осыншалық жарасымдылықпен тіл табысып, бір-біріне телмірген күйі іштей күрсінуін көріп, естігендей еді Нұржан. Зікір салған трактор үні өшкен соң, баяғыдай бір сай сүйегіңді сырқыратар сиқырлы ән алыстан талып естілгендейтін. Буын-буыны босаған Нұржан аппақ қарға етбетінен түсіп, сол бір күншілік жерден естілген мұңды әнді тыңдап жата бергісі келеді. Ғажап, қар ән салып жатқандай, ғажап, қар жанып жатқандай. Нұржанның құлағына әлдебір сыбыр естілгендей. Мен тоңдым, мынау, суық жалғаннан, ыстықтықтан жаураған, мынау қарлы өлкеде мұзға айналып қалмаған. Адамың бар ма, айтмаған. Осы бір сыбырды көзге көрінбейтін әлдекім айтты ма? Жоқ болмаса Нұржанның өз жүрек көбірі ме, белгісіз, әйтеуір, естігені расты. Шыңылтыр аяз сорған жүзі бозарған, осы қалпында қардан соққан ақ қаладай делдейіп қатып тұр еді. Жер тағандап жатқан үйдің есігі сықырлап ашылып, «Ей, айға бата оқып тұрсың ба, жүрсеңші», деген Аманжанның айғайы естілді. Жұмбақ шалдың үйі жалғыз бөлмелі. Кіре берістегі сенек тастай қараңғы. Нұржан есік тұтқасын сипалап жүріп әрең тапты. Қайыстан жасалған екен. Шуда-шуда суық онымен жағаласа ішке еніп, төрге дейін өрмелеп барды да жылуға айналып жоқ болды. Бөрене үйдің іші даладан жаурап кірген адамға ыстық болып сезілген. Үй сұланбағандықтан дөңбек-дөңбектің арасына тығылған мүк сапсия шығып, мұрынға қаңсық иісі келгендей болады. Қабырғаға аңның терлері ілініп, бұғының шаңырақтай салалы мүйізі қағылған. Тақтайдан қиып жасаған нардың тұсында қос ауыз мылтық, оқшантай, патрондары көгенделген былғары белбеу, дүрбі, аңшының тағы басқа керек жарақтары ілулі тұр. Кіре берістегі оң жақ бұрышта ағаш сандық, оның үстінде өлімсірей жанған май шам, ал қабырғаға тақтайдан долбарлап жасаған сөре қағылып, азынғаулақ ыдыс аяқ қойылған. Ал сол жақ бұрышта аузынан шоқ атқылап, екі бүйірі қызарған темір пеш орналасыпты. Темір пештің ар жағында қалың тақтайдан орындық жасап орнатқан. Біздің екі жігітіміз сол ағаш орындықтың үстінде сотталуға келгендей қаз-қатар тізіліп отыр. Қоңырқай тартқан үйдің қазіргі сықпыты ертек секілді. Ала көлеңке тартып, өзгеше бір жуас күйге шақырады. Шал әр нәрсені шұқылап, темір пешке үстеп отын салып, шамның майын жаңартып, пештің үстіне құманға шай қойып, түнгі тыныштығын бұзған тоқылдақ қонақтарына назар аудармай жүріп алды. Аманжан шыдай алмады, білем, шыдамсыздық оның туасы қасиеті еді. Кім деп жөткерінді. Ағақта. Су бар ма екен бұл үйде? Шөлдеп отырғаным. Шал үндеген жоқ. Нардың үстіне жайғасты да, бес жағында ілулі тұрған белбеуді алып, патрондарын бір-бірлеп суыра бастады. Ішінде оғы жоқ бостары болу керек, ата. Шөлдедім деп Аманжан айғай салғанда ғана жай барақат басын көтеріп тілге келді. Саңырау емеспін, неге бақырасың? Суықтан үсіп өлейін деп отырып шөл қысса не дауа. Есік алдына шықта, қардан көсіп алып асай бер. Тағы да үнсіздік орнады. Үш жігіт сыртқы киімдерін шешпестен отыр еді, пысынап терлей бастады. Шал бос патрондарға капсуль салып, бытырлап өзімен өзі. Бұл үйде өзінен басқа тірі жан барғау деп елемейтіндей. Темір пеш үстіне қойған шайнек қақпағын қаққылап қайнай бастады. Тіпті шыдай алмады, білем, жігіттер шолақ қара тондарын амалсыздан жасқана шешті. Қақаған суықта ұйқы баса беретін Бақытжанның буын-буыны босап, денесі балқып қалғи бастап еді. Үй иесі тіпті итпісің, кісімісің демеген соң, қанша төзімді болса да шыдамап еді. Нұржан, ата, жол соғып шаршап келіп едік. Рұқсат етсеңіз, жатып дем алсақ, пожалуйста, деді шал. Аманжанның шыдамы шартсынды. Албастысы ұстап орнынан атып тұрған, қайда ұйықтаймыз? Жөніңізді айтпайсыз ба? Әлде, осылай үндемес ойнап отыра береміз бе? Шал самарқау қимылмен басын көтерді. Неменеге кергесіңгей, жігітім? Отырғын келмесе есік әне, сыртынан жап, жөніңді тап. Менің шөбімді әкелетіндей бұлданасың ғой. Әлде, құс төсек берейін бе? Қисая кетіңдер отырған жерлеріңе. Аманжан қасындағы Нұржанның құлағына, мынау бір ит шал ғой, деп сыбырлаған еді, анау естіп қалды. Не балтай?
Осы күніңе зар боларсың, деп орнынан жас баладай секіріп тұрды. Жігіттер сасыңқырап қалған. Нардан секіріп тұрған шал, қақпағын қаққылаған құманға шыт дорбадан шымшып алып шай салды. Дәл ортада қарағайдың түбірінен кесіп орнатқан дөрекілеу жозы бар еді. Дастарқан жасай бастады. Жалғыз ыдыс, жалғыз қасық, бір тілім нан, суыған еліктің етін әкеліп қойды. Бұдан соң асықпай, бабымен қойып жалғыз өзі шай іше бастаған. Ішіндегі ең ашқараған Бақытжан қалғып-шұлғып осы көріністі байқаған жоқты. Ал кешеден аш екі жігіт сілекейлері шұбырып, жындана жаздап әрең-ақ отыр. Аманжан, шайға шақырмайсыз ба? Азаннан бері нәр татқан жоқпыз. Шал, әкеңнің үйіне келе жатқан жоқсың, жол азығымды ала шықпадың ба? Аманжан, ер азығы мен бөрі азығы жолда деуші еді атамыз қазақ, деп оспақтады. Шал, ал мен, тіпті де қазақ емеспін. Менің ұлтым жоқ. Аманжан, оны өзімде сезіп едім, деп кекетті. Нұржан, ұлты жоқ адам болушы ма еді? Кержақтар секілді құлақпастағы шайды кішкентай шыны табақшаға құйып, суытып ішеді екен. Кім екенімді сезіп отырғандарың рас болса, кісі басы 5 сомнан ақша төлеңдер жамбас ақыға. Аманжан ысқырып жіберді. Мәссаған безгелдек. Құдайы қонақтан жамбас ақы алған жаман ырымды қай қазақтан көріп едіңіз? 5 сом, пым. Шал, мен қазақ емеспін деп қазақша айттым ғой, ұғар кісіге. Так, что гоните по 5 рублей, деп орысшаға басты. Мүдірмей таза сөйлейді екен. Енді әңгімеге Нұржан араласа бастады. Қазақ болмасаңыз да, әйтеуір, адамсыз ғой. Шөп әкелуге кетіп бара жатқан біздерде соқыр тиын болушы ма еді? Қинамаңыз, ақсақал, тұрған бойымыз осы. Елге иек сүйіп үйренгендік ой, әйтпесе азық ақшасы сапарға шығар ма жолаушы? Оққан адамға Нұржанның байыпты сөзі, майда қоңыр үні әдемі-ақ естіліп еді. Аманжан, қуаласаңыз құмалақ түспейді біздерден. Өйткені біз таң атқалы ашпыз. Ендеше аяғыңдағы пимаңды шешіп бер. Жаңа екен, деді шал Нұржанның аяғына қысық көзін сығырайта қадап. Ана екеуі тіпті таң қалды. Бақытжан ағаш бөренеге басын сүйеп, қорылға басып еді. Мәссаған безгелдек, деп Аманжан тағы да ысқырып қалды. Ақсақ иттің көңілі ар жақта. Бұл сөзі артық екеніне артынан өкінді. Подонок, деп айғайлады шал. Көзі шатынап, қолы басы дірілдеп кетті. Тілің тым-тым ұзын екен, жартысынан айырылып қалып жүрме. Енді Аманжан одан ара шыдас бермеген. Өзі де қаны қайнап әрең жатыр еді. Арс етіп атып тұрды. Мен саған пәдөнекті көрсетейін. Қақбас. Өзіне арыстандай атылған еңгезердей жігітті шал тұрған орнынан қозғалмай тосып алды да, жұмсала берген дәу жұмырықтан сап етіп ұстап бұрап қалды. Оң қолмен Аманжанның шықшытынан әдейлеп ұрды. Ауыр соққа оңдырмай тигенде шалқалап барып, ұйықтап жатқан Бақытжанның үстіне бұлш етіп құладығай. Бақытжан шошып оянды. Бұл не шу, әкри? Түкті ұйықтатпадыңдар ғой. Нұржан да сасқалақтай орнынан тұра беріп еді. Шал шапшаң ұмтылып барып, қос ауызды мылтықты алып өңешін үңірейте опыр-топыр болған жігіттерге кезеніп тұра қалды. Апука, не двигайтес места. Шүріппені басып қалсам, шүрегейдей тыпырлап жан тапсырасыңдар. Нұржанға алая қарап бұйырды. Шеш аяғыңдағы пиманы. Алдынан адам емес, аю тұрса да сескенбейтін Аманжан. Әкеңді, осы шалдың қолынан өлсем арманым жоқ, деп тепсіне тұра ұмтылып еді. Оны Нұржан иығынан басып тоқтатып тастады. Ал ішіндегі су жүрек Бақытжанда еш жоқ. Көзі бақырайып, берілдім, жаздым жаңылдым дегендей, екі қолын бірдей көтеріп безектейді ата. Тонет, ақсақал, менің пимамды да қоса алыңыз. Алыңыз да шыбын жанымды қалдырыңыз. Жыламсырап аяғындағы табандаған пимасын шеше бастап еді. Шал қыржың етіп, сенікі, тоңған сиырдың сирағына кигізуге де жарамас, деді. Нұржан, ақылға келсек қайтеді, ақсақал. Шал, маған ақыл керегі жоқ. Ақ қар, көк мұзда киетін су жаңа пима керек. Нұржан, өзіңіз ойлаңызшы, деді абыржып. Мына түкірік жерге қатып түсетін сар аязда жалаң аяқ трактор айдау мүмкін бе? Бұл дегеніңіз бұрын соңды болмаған жазаның ауыр түрі ғой.
бүйтіп қинағанша атып өлтіре салыңыз. Ал сіз қызығып отырған пима тіпті де менікі емес, шал, бір үлкен бастықтікі екенін өзім де біліп отырмын. Сендер секілді су мұрындарға мұндай байлық қайдан келсін? Жалаң аяқ қалам деп қиналма, ескілеуін тауып беремін. Мылтығын оқтаған күйі жанасалап барып, даңғарадай ағаш кебежені ақтарыстырып, көнетос, бір ақ, бір қара пима тауып алды. Содан соң, «Мә, аяғың осыдан да жаурамайды», деп лақтырды. Нұржан пимасын амалсыз шешіп, ол да шалға лақтырды. Екі жақты айырбас мұнымен де тынған жоқ еді, еңді алмаған неңіз қалды. «Аға қысақал», деп әдейі ежіктеп қиқарланған Аманжанға шал, «Сенің сағатың», деді қысық көзін күлімсіретіп. Аманжан бұл сөзді естігенде жынданған адамдай қарқ етіп күлді. Күлді де, «Мә, мынаны аласың», деп екі бармағын бірдей шығарды. Шал, қолындағы мылтықты сарт-сұрт оқтаған болды да, қамаудағы арыстандай алпарысқан Аманжанның тура маңдайынан көздеді. Бақытжанда жан қалмады. Зар еңіреп шырылдап, қасарысы қасқайып, алдындағы аузы үңірейген мылтықтан қаймықияй жүрелеп отырған жолдасының аяғына бас ұрды. Бере сал, ойбай бастан құлақ садақа. Үйге барған соң өз сағатымды берейін саған. Аманжанның қолынан шөпілдетіп сүйіп жүр. Мынау үйрек ататындай қос ауызды көздеген шалмен дәл қазір шатақтасудың бекершілік екенін Нұржан да ұқты. Ыңғайы келіп жатса артынан көрер, бірақ осы сәтте шегіне тұруы керек. «Бере сал», деді ол да досынан өтініп. «Бере сал, өңшең ғана қоян жүрек қорқақтар», деп. Тісін шақыр-шұқыр от шығара қайрады да, білегіндегі сағатын шешіп шалға шырқатты. Анау ет қақшыған төбеттей қағып алып еді. Итке де темірдің керегі болғаны да. Трактордың суын ағызбайық деп айттым бағана. Енді, міне жалмауыз шалдың тұтқыны болып, аждаханың алдындағы көжектей жаутаңдап отырғанымыз. Бұл дегенің нағыз қоңқайшылдық. Шал елең етіп қалды. Аманжанға тесіле қараған күйі қолындағы шошайтқан мылтығын сусытып төмен шырағы. «Қоңқай деген сөзді кім айтты саған?» деді аса бір таңданыспен. «Шешем айтып отыратын. Ертеректе бір Қоңқай атты оңбаған адам өмір сүріп еді» деп. «Шешеңнің аты кім еді? Онда шаруаң болмасын. Қызық», деді шал басын шайқап. «Өте ғажап нәрсе. Дегенмен мен үйге кіргізбегенімде баяғыда қиларыңмен қатып қалар едіңдер. Тамақ ішпеген адамда құмалақ болушы ма еді?» деді Аманжан. Қарулы да салалы саусақтарымен бет-аузын ысқылап тағат таппады. Шалдың өңгере ұстаған мылтығы болмаса, әлде қашан итше жұлқыласа кетер еді. Амал жоқ. Нұржан әрі-сәрі ойда. Бағанағы бір сыбыр тағы да естілгендей болды. Ыстық күнде жаураған, мынау қарлы өлкеде өлігі кімнің қалмаған? «Ата, сіз кімсіз?» деді саңқ етіп. Даусы өзгені қойып, өзіне де жат естілді. Екі жақты шиеленіс ептеп саябырсыған соң, Бақытжан қалғи бергені сол еді. Дәл құлағының түбінен естілген зор үннен шошып оянды. Шал үндеген жоқ, «Сен кімсің?» деп әлгі оқыс сұрақты Аманжан да қайталады. Әңгіменің мәніне енді ғана түсінген Бақытжан, «Ол кісі Икс», деді есінеп. Шал мылтықты шегеге қайта ілді де орнынан тұрды. Қызуы қайта бастаған темір пешке бір-екі жаңқа отын тастады. «Көріп отыр емесіңдер ме?» деді от үрлеп жүрелеген қалпы. «Екі қол, екі аяғым бар. Көзім жақсы көреді, құлағым қақасыз естиді. Бәлкім, кісіге ұқсайтын шығармын, тек жүрегі ғана жоқ», деді Аманжан. «Жүрек дегеніңіз қол басындай ет пе, шырағым?» «Бірақ, ата, сол қол басындай етке бүкіл жер шары сыйып тұрған жоқ па?» Нұржанның бұл сөзі шалға әсер етті. Білем, ойнағандай көз қиығын тастап біраз үнсіз отырды да, «Адал екенсің, жігітім», деді. «Мынау екеуінен де сен көбірек азап шегерсің. Сіз нешедесіз?» «Ата», деді. Нұржан екеу арадағы суықтық аздап сынғандай болған соң, 70-тің желкесіне міндік. Аманжан ысқырып жіберді. «Бақытжан, ол да ғажап емес, әкри», деп есіне керілді. Қазір еркек босанып, есеп шығарыпты десе де таңдануға болмас. Шал әлденесін ұмытқандай далаға шығып кетті. Сол баяғы қалпы көйлек дамбалшаң, аяғына ештеңе кимеді. Осы бір сақалы өңірін жапқан қапсағай шал үшін мынау табиғаттың қысы, жазы тіпті 4 мезгілі бірдей секілді еді.
Осы жасына дейін қыңқ деп ауырмаған, тоңып жаурау дегенді білмейтін, ормандағы аң екеш аң секілді ғажап адам еді. Елмен аралас құраласы жоқ, қоршаудан қашып шыққан бұғыдай саяқ ғұмыр кешті. Сонау аппақ кеңістікке барар жол мен ызыңшу, қымқуытты өмірдің екі ортасында шекара, бекет іспетті. Міне жарты ғасыр, осы жаман үйінде жападан жалғыз тіршілік құруда. Қыста аң аулайды, жазда омарта ұстайды. Бір қызығы, осына жетім шал ұстаған аңның терісін аудан. Тіпті облыс басшыларының үстінен, ал жесең дәмі аузыңнан кетпейтін балын әрқайсының үйінен көруге болар еді. Шыр етіп жерге түскеннен бастап қоғам үшін, өзге біреулер үшін шырпы басын сыңдырып көрмеген Қоңқайда еңбек кітапшасы деген атымен жоқты. Ешбір жерге өтініш жазып жұмысқа тұрған емес, ешқашанда жиналысқа қатысып, тіпті үйлену, шілдехана секілді жиын тойда болған емес. Осы елдің тойын қойып, топырақты өліміне қатыспаған қаңғыбас Қоңқайда дін, идея, бір нәрсеге сену секілді үлкен ұғымдар атымен ада өзімен өзі, оқшау өмір сүріп 70-тен асып барады. Колхоздастыру, ұлы отан соғысы, тағы басқа саяси науқандар, жалпақ елдің басына төнген қауіп, ұлы мерекелер, сүйіншілі қуаныштар Қоңқай үшін 5 тиындық құны жоқ әншейін еріккеннің ермегі сынды дүниелер еді. Ес білгеннен бері шындап жылап, не рақаттана күліп көрмеген. Мынау өмірде бар жоғы белгісіз құрып бітуге айналған. Сирек кездесетін аң секілді тіршілік кешкен біреу еді. Ал ол үшін де былайғы адамзаттың бар жоғы қажетсіз. Өз қара басының амандығын тілеген қызық көзқарастағы кісі. Біз көп айта берер гуманизм, рухани байлық, адамдардың өзара қарым-қатынасы, біріміз бәріміз үшін, бәріміз біріміз үшін деген ұран. Қоғамнан, ортадан тысқары өмір сүре алмау ұғымы бәр-бәрін тәрк етіп, өз жанында сақтап, аштан өліп, көштен қалмай келе жатқан жұмбақты адам еді. Ең қызығы, осы Қоңқай ешқашанда үлкен өмірге барып, адамдарды кісінеп іздемейтін. Қайта сол адамдар Қоңқайдың ұрлық өмірін қызғанғандай өздері қуып келіп, тыныштығын бұзар еді. Енді міне, сойталдай үш жігіт қарап жүрмей, торға келіп түскені. Демек, Қоңқай оларсыз өмір сүре алады екен, ал олар Қоңқайсыз өмір сүре алмайды екен. Шал әлі оралған жоқ. Үш жігіт ол шығып кеткен соң сілейіп үнсіз отырып қалып еді. Әсіресе тап қалғандары, шалдың сақтық көрсетіп мылтығын ала кетпеуі. Әне қанатта ілулі тұр, бізге тамақ бермей ме екен, әкіри, деді тағы да азгем тыныштыққа масайып, маужырай бастаған Бақытжан атаңның басы, деді Аманжан. Содан соң тұлан тұтып, Бақытжанның талтайып созып жіберген аяғын теуіп қалды. Ары тартшы шуаш сасытпай. Тышқан ініне кіре алмай жүріп, құйрығына, ар жағы түсінікті, деді Бақытжан оның сөзін бөліп. Тазы ашуын тырнадан алады. 70-тегі жетім шалдан жеген жұдырықтың қарымтасын менен қайтарайын деп пе едің, әкіри, ырылдаса бермеңдер, деді Нұржан. Не істейміз? Соны ойласаңдаршы, артты қысқаннан артық айла жоқ. Бақытжан не айтса да, жыны қозып отыратын Аманжан тағы да сақылдай бастады. О, өңке ғана су жүрек қолабалар ғай. Сендермен сергелденге түсірген қай құдай екен. Алжып өлейін деп отырған шалға үш жігіттің шамасы келмеу деген не сұмдық. Бақытжан, осы күнгі әр шалдың қуаты 100 аттың күшіне тең. Үндемей отырып ақ үніңді өшіре қояды. Баяғыда бір соғыстың түтінін иіскеп келдік деп, жер-жебір, жекен суыңа жетеді, әкіри. Олай болса, олардан құтылу абзал. Бәрібір жол бермейді екен, тартып алу керек. Орнынан атып тұрып, ілулі тұрған мылтыққа ұмтылды. Бақытжан баж ете қалды. Сотталамыз, ойбай. Осы күні адам түгіл, аю атсаң да штраф салады. Аманжан, бұл жерде сот жоқ. Сүйегін қарға көміп тастаймыз. Нұржан, сот қайда да сот. Сеніңше заң қыста аю секілді ұйықтап қала ма? Бақытжан, соны айтамын ғау. Қайдағы бір қайыршы шал үшін көзіміз көгеріп түрмеде отырсақ. Құрысын жатқан жыланның құйрығын баспай. Аманжан, ал бұл қоғам үшін өлі ет секілді, керексіз адам. Қолқасын суырып қолына берсек, өкімет бізге сыйлық беру керек. Бірақ, өзін бір жерден көрген секілдімін. Мылтықты көлденең ұстаған күйі ойланып тұрып қалып еді. Нұржан,
Пиғылы жаттың бәрін ата берсек адамдарды азайтып алармыз. Құдайдың құдіреті, деп Бақытжан айғай салды. Не деген ұқсастық? Бағанағы қорқынышты өздерінің өлім мен өмірдің екі ортасында отырғаны. Осы үйден, тіпті мынау атаңа нәлет ішкері жақтан тірі қайта ма жоқ па осының бәрін бір сәтке ұмытып баяғыша ауылдағыша еліре жөнеген Бақытжан талайға дейін таңдайын қағып тамсанып отырып алды. Екі жігіт аң-таң. Ей, Нұржан, құйтсен бе, мен бір ұлы жаңалық аштым, деп мәз болып, алақанын шапаттады. Анау Аманжанға дұрыстап қарашы өзің, иегіне сақал жапсырда, көз алдыңа шалды елестет. Айнымаған атамыз. Нұржан, қайдағы атамыз? Бақытжан, Қоңқай атамызды айтамын. Керемет ұқсастық емес пе? Нұржан, расында да. Таң қала күліп жіберді. Тізесіне көлденең тастаған мылтықтың стволын сипап отырған Аманжан анықтап қараған адамға, шынында да, Қоңқай шалға қатты ұқсайтын еді. Бақытжан жас кезінде осындай-ақ болған шығар. Басын шайқап, таңырқағанын қоймаған соң Аманжан бұлқан-талқан ашуланды. Алғашында қалжыңдайтын шығар деп өзі де ыржалаңдай бастап еді. Ана екеуі шындап жатқан соң, от тапсыңдар деп ақырып қолындағы Қоңқайдың мылтығын енді екеуіне кезеді. Егер ондай ұсақ-түйек ұқсастықтың бәрін жіпке тізе берсек, онда сен, айтсам ба, айтпасам ба дегендей тұтығып қалды. Немене? Онда сен деп шаңқ етті Бақытжан. Оның не айтқалы отырғанын өзі де іштей сезіп. Осына бала жасынан бері итше сүмеңдеп соңынан қалмай еріп келе жатқан қаңқу сөзді тағы да естірін біліп, іштей дайындала бастап еді. Онда сен Упрайға ұқсайсың. Яғни бөлімше басқарушысының аузынан түсе қалғандайсың деп тісін егеді. Бақытжанның көзінен жас ыршып кетіп еді. Осы өмірінің жазылмас жарасы секілді індет сөзді басқа-басқа, дәл Аманжанның аузынан естимін деп ойлады ма? Жоқ, ешқашанда. Үш түсіне кірмеген. Тамам бала, шата-шата, бастықтың баласы деп тілін шығарып, санын шапалақтап мазақтағанда осы екі досы Нұржан мен Аманжан ара түспеуші ме еді? Иә, сөйтетін. Құдай-ау, тіпті айтқысы келіп. Тілі қышығанның өзінде мынау қиын қыстау сәтте, ұлы сапарда шыдай тұруы, аузын буа тұруы керек еді ғой. Тапқан екенсің мені таптырған адамды деп соншалық бір көз ілеспес шапшаңдықпен Аманжанға тұра ұмтылды. Бірақ істің насырға шабарын сезген Нұржан, аяғынан қағып шалып жықты да, жібермей ұстап қалды. Ал ашуға булыққан Аманжанның шүріппені басып қалуы әбден мүмкін еді. Жете деп жекіді Нұржан. Ауылдан аттанарда, моншаның ішінде отырып берген ант қайда. Өлсек те бір-бірімізді тастамай, деп қол алыстық. Енді міне, балапан қораздай қоқиланып шыға келеміз. Өттерің жарылып кетсе де айтайын, үшеумізде де шикілік бар. Бұл шикілік соғысшылы, соғыстан кейін туғандардың бір сыпырасында бар. Шал әлі жоқ. Әлде сыртта бітпей қалған шаруасы болды ма? Әлде қайтер екен деп, жігіттерді сынағаны ма? Көпке дейін үйге кірмей далада жүріп алды. Май шамның білтесі жана-жана, еріп көлкілдеп тұрған майға жетіп лапылдай бастаған. Әлгі сөзден кейін үшеуі де қабақтарын түйе ойланып, үнсіз отырып қалып еді. Май шамның лапылдай бастағанын көрген Нұржан орнынан тұрып барды да, майға малтып шуатылған шүберек білтені суырып, шыны тарелканың шетіне шығарып қойды. Содан соң өзі орнына қайта отыра беріп, айтыңдаршы, деді ана екеуіне кезек қарап, айтыңдаршы, әкеміз соғысқа қай жылы кетті? Екеуі бірдей жарса, 1942 жылдың күзінде деді. Нұржан өте жақсы. Ал қара қағаз қашан келді? Екеуі бірдей жарса, 1943 жылдың қысында. Сталинград түбінде ерлікпен қаза тауыпты. Нұржан өте жақсы. Ал енді біздер дүниеге қашан келдік? Аманжан шалдың нарын сықырлата қозғап, маңдайын уқалады. Бақытжан өп-өтірік жөтелді. Бәлкім ұялғандығы болар. Неге ұялады екен? Нұржан, үндемейсіңдер ме? Олай болса ашы шындықты мен айтайын сендерге. Анау екеуі бірдей селк етіп, салбыраңқырап кеткен басын кегжең еткізіп көтеріп алды. Нұржан, 1946 жылдың күзінде келіппіз осынау бақытты өмірге.
түн жамылып отырмыз ғой, ағымыздан жарылайықша. Жігіттер, сонда біз әкелеріміз соғыста аттанған соңғы 3-4 жылда қайда жүрдік? Сендерді білмеймін, деді Бақытжан желкесін қасып. Өзім әкемді майданға алып кеткенде іште қалыппын. Шешем солай деген. Аманжан қарқ етіп күліп жіберді. Леуқи неме, 4 жыл бойы шешеңнің ішінде жатқан екенсің ғой, ха. Нұржан, ал енді осыған, осы трагедияға айыптымыз ба? Жоқ, болмаса, қандай да бір жолмен бізді жарық дүниеге әкелген анамызды кінәлар ма едік? Өңі сұп-сұр болып, дірілдеп кетті. Достары аға трактористің ашуланғанын тұңғыш рет көруі еді. Таңырқай қарады. Жоқ, жарқыным, соғыс кезінде немесе соғыстан соң туғандар бір-біріне ұқсап жатса, оған балалар әстеде кінәлі емес. Ендеше, оған ешбір қорланудың да, ұялудың да қажеті жоқ. Конечно, в этом мире нам трудно будет жить, но зато мы получили жизнь. Мы дети войны. Мы законное дитя эпохи, ұрлықтан тапқан ұрпақтармыз, деді Аманжан күрсініп. Осы кезде алдыңғы сеңкенің арғы есігі тықырлады. Сол тықырды естіген 3 жігіт елеңдесіп қалды. Өз үйінде емес, дүние жүзіндегі қатыгез әрі мықты шалдың лашығында түнеп отырғандарын енді ғана түсінгендей сасқалақтап бір-біріне қараған. Аманжан жалма-жан мылтыққа жармасты. Есік ашылды да бір құшақ отыны бар шал кірді. Қақ төрде өзіне қарап мылтық кезенген Аманжанды көрмегендей, құшағындағы қарқар жаңқаларды пештің қанат іргесіне тастай берді. Содан соң асықпай, саспай темір пештің қақпағын ашып, қып-қызыл шоғы жайнап жатқан оттың көмейін көсеп, отын салды. Оның әр қалт еткен қимылын аңдып тұрған Аманжан шалдың осыншалық саспастығына жыны келді білем. Затворды сарт-сұрт еткізіп, атуға дайындалды. Шал сонда да сасқан жоқ. Ал орындықта зәре-құты қалмай бақырайып отырған 2 жігіт демдерін ішіне алып қатқанда қалған. Оғы жоқ мылтықты оқтанып қайтесің, деді орнынан тұрып. Ыдыс аяқ жаққа егер мені шын атып өлтіргін келсе, анау бас жағыңдағы дайын патронды алды, оқта. Әй, сенен ондай ерлік шықпас, деді содан соң. Мені көздеп тұрып, анау өз жолдастарыңа тигізіп аласың ба деп қорқамын. Сен секілді аң атып үйренбесем де, адам атып көрейін. Шегеде ілулі тұрған белбеуді шапшаң жұлып алып, қаз-қатар тізілген патронның бірін оқтады да, шалды қайта көздеді. Қоңқай бәрібір елең ғұрлы көрмеді. Қой, Аманхан, деді Нұржан, былшылдамай тыныш отырыңдар, деді көзі қанталаған Аманжан. Дабыр етсіңдер, сендерді де сұлатып саламын. Ең алдымен қоян атып үйренсең еді, ұлым. Қоңқай мысқылдап күлді. Сасар емес, ерегестірмеңізші, ата, ашумен атып жіберер, мінезі шатақ еді. Бақытжанның дауысы жалынышты әрі қорқынышты шықты. Қоңқай қыңбады. Шуатылған ұзын ақ көйлегінің етегін көтерді де, дамбалының ышқырынан қыстырған трубкасын алды. Ышқырын тағы да сипалап жүріп, махорка салған дорбасын тауып, трубкаға толтырып нығай бастады. Не деген нерв, деп ойлады Нұржан. Темірден жаратылған шығар, ойлан, Аманжан, ойлан, деді тістеніп, не істерін білмей отырған Нұржан. Адам ату оңай емес, азамат соғысында, отан соғысында бір-бірін қалай атты адамдар. Сол үшін батыр болды. Омыраулары орден медальға толды. Немене ондай ерлік біздің қолдан келмей ме? Долданып, аузынан ақ көбік атып тұр. Олар жау еді ғой, деді Нұржан. Мына шал жау емес деп кім айтты? Фашистерден әлде қайда қауіпті. Ал иманыңды оқы, қақпасым. 5 қадам жерде трубкасын пештен алған шалмен тұтатып міз бақпай тұрған Қоңқайды бейне 100 метрде тұрғандай тым ұзақ көздеді. Рас, атып ақ салғысы келді. Амал не, көздеген сайын көзі қарауытыл, шүріппеге тиген саусақтан жан кеткендей. Өне бойы өз-өзінен қалтырап, буыны босай берді. Қоңқай қысық көзін бағжаң еткізіп, алая қарағанда, Аманжанның қолындағы қос ауыз мылтық салдыр-гүлдір етіп жерге түсіп ақ кетіп еді. Шала басылып тұрған шүріппе салмақпен түскенде, өзінен өзі тарс етіп атылып, қоянның құмалағындай оқ шалды жанай өтіп есікке тиген. Ағаш есік шалқасынан ашылғанда, аядай үйге саулап суық кіре бастаған. Шал оқ тиіп ашылып кеткен есікті қайта жауып, тиегін салды. Осы қақпасты бір жерден көрген секілдімін. Қайдан?
жүзі өте таныс. Аманжан шөкелеп отыра кетті де, өз тізесін өз ұрғылады. Неге ата алмадым, Құдай-ау, неге? Әлгінде мылтық саңқ еткенде Нұржан жанарын жаба қойып еді. Көзін қайта ашқанда шал тірі. Ағаш кебеженің үстінде трубкасын сорып жайбарақат отыр. Бақытжан бүк түсіп солқылдап жылап жатыр. Тәңірім-ау, көрсетпегенің көп екен ғой. Енді қайттік. Сәл тыныштық орнады. Тыныштық орнату үшін бейне бір мылтық атылуы керек секілді. Жарасымды, жуас тыныштық. Нұржан, сіз кімсіз, ата? Шал, мен Қоңқаймын. Нұржан, аты аңызға айналған қатыгез Қоңқай бұдан 50 жыл бұрын жер жастанған еді ғой. Шал, ол үлкен Қоңқай, ал мен кіші Қоңқаймын. Біздің ұрпақ ешқашанда құрымақ емес. Нұржан, үлкенінен тұқым қалған жоқ. Өмір бақи жалғыз өтіп, көмусіз қалды деп естігенмін. Шал, Қоңқайлар ұлын жасырын өсіреді. Өйткені ұлы жорықшылар мен атақты байлардан қалған ендігі тұяқ біздерміз. Нұржан, ал сіз ше, сіз жалғызсыз ғой. Шал, мен де ұрпақсыз емеспін. Оны уақыт көрсетер. Иә, солай шырағым, текті тұқым тентіреп жүрсе де, өз тегін айналып табады. Мынау ағаш лашықтың оты сөнбейді ешқашан. Анау Айыртаудың қос өркешін ата Қоңқай, бала Қоңқай деп мен емес, ел атайды. Трубканы сорған қалпы орнынан тұрып, ағаш нардың ірге жағына қол жүгіртті. Транзистор алып шығып әрбері бұрап, әр түрлі тілде сөйлеген түрлі толқындарды ұстай бастады. Ақсақал, деді Нұржан шалдың бала секілді қолындары, транзистормен шұқыланып отырған сықпытына қайран қала қарап. Ақсақал, дүниенің төрт бұрышында не болып жатқанын біле, сезе отырып, осыншалық саяқ. Оңаша тірлік кешуіңізге не жорық? Өйткені мен адамдар жиналған тобырды иттің етінен ары жек көрем, деді Қоңқай. Өлдім дегенде бір әуен ұстады ау. Тағы да Алла Пугачеваның әндерінің бірі екен.